жалғыз Ақжол сөйлей бере ме? Қалған депутаттарды оятыңыздар, көмекші болмай тұрсын орындарынан. Енді біздің бүкіл депутаттар ұйықтап жатыр деп айта алмаймын. Дауыстары шықпайды ғой. Қайдан білеміз оны? Ұйықтап жатыр ма, немен айналысып жатқанынша? Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді не істейміз? Қайырлы күн. Бүгінгі түсірілімнің қонағы Асқар Смағұлов, Астана қаласы мәслихатының депутаты. Асеке, қош келдіңіз. Мына өткен аптада сіздің дауысыңыз осы мәслихаттың қаптаған мыңдаған депутаттардың арасында сіздің дауысыңыз қатты шықты. Бұл өзі бір сирек болатын оқиға. Бұл мәслихат депутаттары енді ренжімесін. Сіз де ренжімеңіз, Асеке. Бұл мәслихат депутаттары әсіресе бұл үлкен қалаларда, Алматы, Астана сияқты, әкімнің көмекшілері сияқты ғана жүреді. Солай танимыз оларды. Бір принципті түрде қарсы шығып жатқан депутаттар облыс бойынша, жалпы республика бойынша өте сирек. Сол өткен аптада сіздің осы Астанадағы жер мәселесіне байланысты дауысыңыз өте қатты шықты, резонансты баяндама болды. В 2023 году мы его продаем через аукцион. Какая была необходимость его продавать через аукцион, если через 4 месяца мы его постановлением изымаем назад, выкупаем уже участного этого собственника. Теперь смотрите, на аукционе мы ее продаем за 176 миллионов, да, а выкупаем за 1,080 с чем-то миллионов. Вот где логика? Что вы не знали, что сквер будете строить за 4 месяца до этого? Мына жердің сұрап жатсыз. Мына бір қараған адамға алаяқтықтың иісі алыстан шығып тұрған мәселе. Яғни кәсіпкер игермеген жерді, Астана қаласының тура орталығындағы керуен сауда орталығының қасындағы жерді кәсіпкер игермеді деп қайтадан мемлекеттің қорына қайтарып алады. Мына ненің жер аманаты, үлкен бір соған күш салып, сондай бір жер қайтарып алады. Бірақ сол қайтарып алған жерді апыр-топыр 4 айдан кейін қайтадан сатады. 4 айдан бір жылдан кейін сатады. Бір жылдан кейін мемлекеттің қарамағына көшкен жер, мемлекеттің иелігінде тұрған жерді аукцион арқылы сатады. Сатқанда қанша? 176 миллионға сатады. Содан кейін оны 4 айдың ішінде 4 айдан кейін үкіметке сатып алайық. Қайтадан үкіметке миллиардтан артық қаржы төлеп қайта сатып алады. Сонда бұл өзі сатып алған жоқ, сатып алғысы келді. Сатып алған жоқ па әлі? Да, сатып алған жоқ. Біз вообще негізі осы вопрос қалай туды? Мынау қада жерлерді или анау сносқа кететін үйлерді сатып алғанда департамент жилья бізге депутаттарға келеді, айтады, осындай жерді біз сатып алайын деп жатырмыз, осындай міне договорларды дайындап жатырмыз деп, осылай бізге ұсыныс түсті еще 3-4 ай бұрын. Осы участок болды сол кезде. Сонда мен айттым, жігіттер, мен участокты білем, ол участок бәлен жыл бос тұрған, біз неге бос тұрған участокты бәлен миллиардқа сатып алайын деп жатырмыз тағы да деп. Үкіметке. Оны давайте принудительное изъятие жасаңдар, за неосвоение деп осылай айттым. Потом айттым, бүкіл қағаздарын бізге представьте депутаттарға, біз қарайық деп. Сол сөзіңізді бөлейін, Асеке, бұл жалғыз сіздің қадамы, болмаса бүкіл мәслихатына, Астана қаласының мәслихатының комиссия депутаттардың барлығы шулады ма, әлде болмаса үндемей жоқтап отырды ма? Ол вопросты көтерген расымен, бірақ мен әріптестерім мені қолдады. Содан кейін 3-4 айдан кейін тағы да осы вопросты тағы да көтеріпті. Міне осылай сатып алайық деп. Бірақ оның алдында қаттама түсті менің атыма, потому что мен запрос жасадым ғой, неге сатып алып жатырмыз. Оказывается, ол жерді действительно 16 жылы постановлениемен берген, ол кісі хозяева осваивать етпегесін, оны 22 жылы үкіметтің несіне тағы да түседі, қайтып келеді. Сосын 23 жылы оны тағы да сатып жібереді. Одан кейін 4 айдан кейін ол жерде сквер саламыз деп, изъятие деп нетіп жатыр. Оның алдында скверді уже салып қояды.
скверді Да. үкімет өзінікі емес жерге салып қояды. Салып қояды. Сквер қазір де бар. Бұл сквер салып жатқан кезде үкімет ойланбай ма, біз бөтен біреудің үйіне орнына жаңа сквер Бізде салып де жатырмыз. сондай сұрақ это любой адамзат. Асеке, мен оны сұрап отырғаным, бұл біздің елдің назарына ілініп отырған бірақ участок, өйткені ілінбеу мүмкін емес та бұл жерде. Астананың қақ ортасында тұрғаннан кейін, күнде кісілердің барлығы көргеннен кейін, бұл үкіметтің елдің назарына жаңа ілініп отыр. Ал енді бұл үндемей жаңағы бір сатып, бір алып үкіметтің 4-5 сатылымынан өтіп кеткен бұл сияқты жерлер Астана бойынша көп шығар негізі. Сосын мен, конечно, сұрақ туынды, неге біз сатып жатырмыз, еще 176 миллионға сатып жатырмыз, енді біраздан кейін тағы да 1 миллиардқа сатып аламыз деп, осындай ұсыныспен келіп отырсыңдар деп. Мен айттым, олай болмайды деп, депутаттардың алдында вопрос қойдық та, біз осы вопросты сессияның вопросына шешіп тастадық. Қазір енді сосын айттық, міне прокуратураға депутатский запрос жазамыз, пусть правовой оценкасын берсін осы действияларыңызға деп, біз прокуратураға депутатский запрос жібердік. Сауалдарыңызды жібердіңіздер? Да, жібердік. Әлі прокуратурадан қағаз бізге келген жоқ, бірақ жағдай осылай болып тұр. Осындай енді үкімет әлі оны сатып алған да жоқ. Ақша үкіметтікі әлі кеткен жоқ. Бірақ кезінде 176 миллионға қайтып келген жерді сатып жіберді. 176 миллионға біреу сатып алып, енді осы миллиард теңгеге енді үкіметке өткізейін деп жатыр. осы жер 1 миллиардқа қайтадан сатып алады ау деп бірімен бірі жаңағы сөз байласқан адамдардың қимылы ма сонда бұл? Жаңа сіз айттыңыз ғой, инсайдерлық жаңа ақпарат. Енді сол жерде сквер салады деп енді бәс біліп отыр ғой, потому что сквер саламыз деген 3-4 жыл болды уже ондай әңгіме шыққан. Потому что бір часть участка не освоенный тұрды, мынау жеке меншіктерді болды, бір часть участка, соны бәсін қосып, бір үлкен сквер саламыз деді халыққа. Қаланың тұрғындары сол жерде сквер сұрады. Негізі сквер керек нәрсе сол жерге. Рас, сквер болған дұрыс деп ойлаймын. Сквер жалғыз ол жерге ғана емес, осы Астананың ішінде, Астананың ішінде жаңағы қазір адам демалатын мына темір-терсек автокөліктердің газынан бір уақыт болсын бір демалатын жер қазір азайып бара жатыр. Дұрыс. Жаңағы сол жерге бір кішкене демалыс орны, болмаса адамдар бір дамылдайтын, көгерген бір жер болады деген жердің барлығында қазір бүгін құрылыс компаниялары бүгін қарасаң үйдің бәрін шаншып қадап, бұл тағы да айтам, елдің ортасы болғаннан кейін, халықтың назарында тұрғаннан кейін осы ілініп жатыр, иә? Назарға жаңағы сіздің назарыңызға, сіз осылай сұрақ қойып отырсыз. Жалпы депутат ретінде осындай елдің назарынан тыс қалып, осындай жаңағы сияқты қитұрқы алым салымға сатылып кеткен жерлер көп болса Астанада? Вообще негізі қазір енді біздің Астанада енді бүкіл қалаларда, крупный қалаларда солай шығар, бос жер жоқ. Енді любой үкіметтің бірдемесін саламыз десек, анау поликлиника саламыз десек, больница саламыз десек, школ саламыз десек, сквер жасаймыз десек, жер жоқ. Бүкіл жеке меншікке өтіп кеткен. Бос жер жоқ дейсіз. Мына бірақ мынау крыша деген газетті аласыз. Астана деген таңдайсыз. Да, жерді сатып жатады. Ішінде жаңағы қарасаңыз сатылып жатқан жер деген, мен қолымда қазір крыша жоқ. Бірақ сатылып жатқан жер Астананың тіпті Ақорданың қасында жерлер бар осы сатылып жатқан. Сонда бұл қалай болып тұр жалпы? Енді мен ойлаймын, рас кезінде бізде енді генеральный план застройки бар ғой, Астананың генеральный планы. Генеральный план бойынша бәріміз білеміз. Осы жерде мектеп болу керек, осы жерде жилой массив болу керек деп бәлесін распределять ететін жерлерді. Сонда үкімет ПДП бойынша мына жерге школға да, больницке да, басқа да скверларға да орын тастауға тиісті. Кезінде тастаған да шығар. Содан кейін анау-мынау жағдайлармен ПДП-сін өзгертіп, о жерлер жеке меншікке өтіп кетті. Үй салуға болсын, коммерческий объект салуға болсын, бизнес-центр салуға болсын деп солай ойлаймын. Қазір Астанада расын айту керек, бос жер жоқ. Ылғи біз бірдемеге нетсек, ойбай изъятие жасау керек, сатып алу керек, ол частный собственность деп солай әңгіме шығып жатады. Енді көп еңбекпен үкіметке қайтылған жер ғой. Енді депутат Базарбектің комиссиясы жұмыс істеп, осыны қанша жүріп, осының вопростың артында осы жерді
қандай немен әрекетпен үкіметке тапсырды. Енді үкімет енді оны жақсылап игеру керек қой, рационально. А қазір получается сразу сатып жібереміз, енді тағы да ол керек болып қапты, сквер саламыз деп, тағы да сатып аламыз деп жатыр. Азеке, сізге тағы бір сұрақ. Осы жақында мынау енді 2-3 күн бұрын ауысып кеткен Алматы қаласының әкімі Досаев өзінің шешімімен 5 жер участогын сатқан. Адамдар жылдап, 10 жылдап кезекте тұрған адамдар ала алмаған жерді 5 азаматқа берді. Оны ана Казачковтың телеграм каналынан оқыдық. Оқыдым, мен де оқыдым. Ішінде бір көп балалы, болмаса бір басқа жерге мұқтаж адамдардың тізімі жоқ. Барлығы қағанағы қарқ, сағанағы сарқ болып тұрған жаңағы бай ауқатты, ішінде бір облыстың әкімінің қарындасы ма? Кім бар ішінде? Тағы да бір. Сондай сол 5 азаматқа мысалы жер беріп жіберді. Оны осындай журналистер көрсетпесе, оны қара халық білмейді. Оны 10 жылдап кезекте тұрған адам, ол өзінің 10 сотығын ала алмай әлі жүр. Жер жоқ деп жаңа сіз айтып отырсыз, бірақ хабарландыруды қарайтын болсақ, осы Астананың маңайында, Астананың ішінде, орталығында, кез келген жерде ондаған участоктар сатылып жатыр. Жалпы осыны бұл ашық қылуға бір осы мәслихат депутаттары ұмтылып жатқан жоқ, осы мәселені ашық қылатын. Бұл өзі кез келген қаланың, облыстың акиматы деген, бұл бір қалай айтсам екен, бір алаяқтардың үйіміне көбірек ұқсайды. Сол жерден қарасаң, сол акиматқа жолын тапқан пысықтар жерінде алып жатады, салып жатады, үйінде алып жатады. Енді ана Алматыдан жер алған азаматтарды қарасаңыздар, ана кісілер бір жерге мұқтаж емес, өздері біреуге жер беретін кісілер ғой. Сонда бұл бір ашықтық деген мәселе қазір акиматта, сіз депутат, қалалық мәслихат депутаты ретінде бұны сіз өз еркіңізбен келіп, осы биыл қанша адам жер алды екен деп біле аласыз ба, жоқ па? Ондай мәлім алуға болатын шығар, неге архитектураға депутатский запрос жіберсек. Бірақ мен естуім білінше, қазір жерлерді беріп атқан жоқ қой, жер жоқ деп. 10 сотка вообще, негізі 10 сотка жерді бүкіл Қазақстанның тұрғындарына беруге тиісті. Біздің Астанада болсын, Алматыда болсын, Көкшетауда болсын да. Бірақ акиматтар ылғи айтады, орын жоқ, потому что заң бойынша жер берудің алдында ол жерге коммуникация өткізу керек, бүкіл жолдарын өткізу керек, оған ақша жоқ, на расширение дейді. Солай жыл сайын айтып отырады, орын жоқ. А так өшетке тұрған кісі көп деп ойлаймын жер алу үшін. Енді өзіңіз ойлаңыз, жарайды, ол частный застройкаға сіз айтып отырсыз ғой, а ежі коммерческий застройкаға многоэтажный үйлер салу бәсі кезінде көп жерлер біздің Астанада негізі жер аукционнан кету керек. Аукцион бойынша солай ойлаймын. Или государственный нуждаға бірдемеге деп солай салуға. Но бірақ көп нәрселер кезінде СПК деген организациялар бар ғой, сол жерлерді көбін СПК-ға берді де, қалалар через СПК совместный деятельность деп солай қала беріп жерді. Например, бизнесмен келеді, айтады, мен осы жерге бір үй салайын, туда-сюда жер керек, сол мен қалаға 3% жилой фондтан квартиралар берейін, коммерческий недвижимость берейін, сіздер маған жер беріңіз деп, солай СПК арқылы біздің Астананың көп жерлері кетіп қойды. Енді 3% бір жағынан ойлайсың, енді тоже бір спражилье ғой, енді үлкен комплекс 17 мың, 15 мың комплекстар салынып жатыр ғой. Бір жағынан ойлайсың, тегін келіп жатыр ғой біздің үкіметке деп, да, потом оларға многодетныйларға болсын, нуждающийларға болсын, сол квартираларды бөліп беруге мүмкіндік бар. Бірақ енді рынокқа нетсек, қазір любой жері бар адам, вот кезінде анау-мынау жағдайлармен жер алып алғандар, олар қазір жерін, вот сіз айтып отырсыз ғой, крышаны ашасың, сатасың деп, сатқанда олар или сатат, ақшаға айтады, вот, например, $1 миллион тұрады, осы жерді сатып алды 1 гектарын. Или айтады, вот, міне, мен саған берем, сен міне 14% или 13% маған бересің недвижимостьпен деп. Сондай схема бар. То есть, получается, үкімет оларға 3%-тен береді, да, мүмкіндік бар. А мұнда, получается, олар могут 13%-пен беріп жүрге. Сондай жағдай болып отыр. Осыны жалпы жүйелі түрде бір бәрін қарауға келмейді ме қазір? Өйткені мен кезінде бір атышулы, мен депутат болып жүрген кезде жаңағы әкімдерді
айыптап осы шыққан себебі осы Астананың маңайын сіз жүріп қарасаңыз расымен де. Мен бір-екі рет осы Астананың мәселені маңайында көтеріп бос жер деген көп тұр. Бірақ сіз сол осы бос жерге бір кәсіпорын, бос жерге бір болмаса бір мекеме салайын, осы жерде осынша адам жұмыс істейді деп келетін болсаңыз, солардың иелері шығады, бірақ әлі салынып жатқан, ол жерге салынып жатқан мекеме жоқ. Ол жерге орнап жатқан бір ауыл шаруашылық объектілері жоқ. Жалпы осылай жалғаса береді ме әлде болмаса қалай болады өз болашақта? Вообще негізі бізде қалада инвестиционный комитет деген бар ғой. Сол через инвестиция жер алуға мүмкіндік бар. Енді расын айту керек, бір кәсіп бірдеме ашам десең барасын. Бірақ білесіз ғой, бізде бәсі заң ретінде жүрсең, енді оңай емес бәлісін өту. Жағдай солай. Осы жер дауы кезіндегі, осы Астанадағы сіздің шыққан жарқын батыл үніңізді жалпы өз жақсылыққа жорып отырмыз. Осындай батыл қимылдардан қайтпаңыз, жолыңыз болсын. Ана қалған ұйықтап жатқан қалалық әкімнің көмекшісіне айналып кеткен депутаттарға сәлем айтыңыз, ұйқыларынан тұрсын, осылай елдің сөзін сөйлесін, сіз сияқты. Жалғыз ақ жол сөйлей бере ме? Қалған депутаттарды оятыңыздар, көмекші болмай тұрсын орындарынан. Енді біздің бүкіл депутаттар ұйықтап жатыр деп айта алмаймын. Дауыстар шықпайды ғой. Қайдан білеміз оны? Ұйықтап жатыр ма, немен айналысып жатқанын? Ләппай тақсыр деп айтып бекіте салады келген әкімді. Рас, халықтың ортасында көбі ойлайды, депутаттар міне анау кейде даже күліп айтады ғой, нотариальный контора болып кетті акиматтың деп. Ол кішкене сөздің де жаны бар. Енді көп депутаттар енді өзінің округтарында бұл жерінде жұмыс істеп, халықтың вопростарын решать етуге тырысып жүрген адамдар көп енді. Енді біреу, конечно, қатты айта алады, біреу айта алмайды. Сіздің батыл даусыңызды естіп бір серпіліп қалдық, қуанып. Азаматтар бар екен ғой деп. Енді мен сізді біздің Ақжолдың қатарындағы депутат болғаннан кейін, Ақжолдың депутаты ретінде мен сізді баяғыдан білемін. Бірақ сондай депутаттар көбейе берсін, сәлем айтыңыз бәріне. Рахмет сізге. Енді не істейміз?